Оқушыға үлкен және кіші түсінігін үйрету үшін алдымен мына құралдарды дайындап алыңыздар. Үлкен және кіші сандарды ажыратуға үйретеміз және белгілерін дұрыс жазуға үйретеміз. Алдымен осындай сандарды алсаңыздар болады. Мысалы 4 және 6. Осы сандарға сәйкес тастарды немесе түймелерді қоямыз. Мысалға 4 санына сәйкес 4 тас қоямыз. 1, 2, 3, 4. 6 санына сәйкес 6 тас қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қай жерде көп? 6 көп. Қолтырауынның аузы үлкен, сондықтан көп тасқа аузын ашады. Сонда бізде 4 кіші 6-дан болады. Қолтырауының аузына сәйкес сандардың арасына кішілік белгісін жазамыз. 4 кіші 6-дан. Келесі сандар 7 және 5. Осы сандарға сәйкес тастарды қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 санына сәйкес тастарды қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5. Қай тас көп? 7 тас көп. Крокодилдің аузы көп тасқа қарай ашылады. 7 үлкен 5-тен. Крокодилдің аузына сәйкес үлкендік белгісін жазамыз. 7 үлкен 5-тен. Келесі сандар 4 және 4. Сәйкес тастарды қойып шығамыз. 4 және тағы 4 тас қоямыз. 4. Мұнда да 4. Мұнда да 4. Екеуі тең. Крокодилдің аузы ашылмайды. Өйткені екі жақта тең. Осыған сәйкес теңдік белгісін жазамыз. 4 тең 4-ке.